Endi biz liyman bo'lmish. Yo, biz liyman bo'lmiz. Cho'za bo'lmiz now. Ketay bundan yerdan. Liyman canım bo'lmiz bu нормально или qalay? Jo'qlayadimi? Jitildir, короче, mына жерге ketіңдерші, мен мазам жемей. Сен де Liyman bo'lmish oған qalay. Жақсы бекен. Үйінде де тартып ал. Даже ада заттары да жеген. Енді не істейді екенсің? Ого, Лейман, сенің үйінде тартып ал. Күшті ма енді саған? Біздің ауылда енді бомж жеделмен қалса бомж игрок. Е-мое. кетіңдерші ма сендерге? Кетіңдер давай. Үшке дейін санайын. 1, 2. Жай, жеделден мына жерде кете салайық. А то мына мазаққа қалайын деп тұр. Бүгін кетейік. Я, кетіңдер мына жерден, жоғыңды. Жарайды, оны десе біз кеттік. Дайте, үшке дейін санайын, мына жерден жоқ болып кетіңдер, короче. Е-мое, енді жылауық екен ғой, кеттік, короче, болмайды ма? Я, кеттік. Фух, е-мое, кеткендер жақсы болды ғой. Так, енді не істеймін? Даже үйінде жоқ, бірақ есім ғой, үйде тұрсам ғой. Хоть телефон бар көретін. Бірақ мобильный бір айдан кейін бітеді ғой, енді не істеймін? Так. Соған төлей салу керек еді. Балам төлейтін ақша да болмады ғой, енді не істеймін? Так, үйде тұрсам ғой қазір. Хей, бәрнесем достар, сен бүгін мен әдеттегідей Лейман және де достар, бүгін өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Короче, достар, мен енді бомжпын. Бомжым дегенде, реально бомжым. Короче, достар, мен 3 ай бойы үйдің арендасын төлемеген. И соң 2 айға менен үйді алып қойды. Енді бұл үйде мен тұрамайын, только сатып аламын. Ал заттарымды 1 айдың ақысы деп бәрін алып қойды, только телефонмен бірақ үй ұмытып қалды. Е-мое, прям бүкіл ноутбугым бәрі сол үйде. Енді білмеймін не істеймін. Е-мое, тағы да скоро қайттан боран болып не істесем, мен точно на үйде су өлем. Енді білмеймін не істеуге болады. Ана жетелерде білмеймін, мен мазақтап сөйтіп кетті, короче, мазақтап бомж анамнау деп. Енді айтпақшы сол жетелдерше көздерін қызықтыратындай байы болсам, негізі маған нормально болса еді. Қалай болам ол? Достар, короче, менде енді, кстати, жұмыста жоқ. Короче, кеше алдында мен қалада бір фермер болам деп ауылдағы жұмыстан кет қалғам ғой. Қалаға бардым. Бірақ та ан жақта, короче, типа, уже жұмысшыларым бәрі алынып қойды, сен аламаймыз анамнау деді. Енді менде ауылда да жұмыс жоқ. Бірақ ауылда да жұмысқа тұрып, анамнау істеп, қайттан бұрынғы қалпына келуге болады. Бұрынғы қалпыммен қоймай, сразу байып кетуге болады. Кстати, достар, ана жетелдерінше, ана 3 жетел, ауылдың жетелдерін қызықтыратындай бай болып көздерін. Е-мое, жесткий идеялар келеді. Сондай бай болып, короче, аналардың көздерін қыздыратын болам. Бірақ, пока что менде бір изумруд енді, нормально. Пока что бастамаға бұл нормально. Так, сондықтан, достар, айтпақшы достар, мен үй жағындағы огород бар еді ғой бұрында. Даже сол да жоқ екен ғой, енді не істеймін? Ендеше, достар, короче, қайттан жұмысқа тұратын боламыз енді ауылдағы. Әйтпесе мынау болмай, кеттік ендеше. Жұмысқа тұрайық. Так, әкімге барып, жұмысқа тұрайық. Бомж. Маған бір нәрсе дедің ба? Сен біздің ауылдағы бомж емессің ба, Кетші. Амандасама десем, наоборот. Не істеп жатыр? Кеттік, достар. Адам құсап мінеген аған ато нормально емес бір. Мен білмем қалай мені атып. Әкім, кірсем бола ма? Кіре бер. Тағы кім бұл? Мен ғой әкім Лейман ауылдаршы. Короче, әкім менді өзіңіз естігендей, менің миым енді жоқ. Сол енді мен алдында шығып кетіп едім жұмыстан. Мені қайтадан алаласпап, просто қалада жұмыс болмай қалыпты.
жарайды ендеше алсам алайын. Айтпашы маған не айына емес күніне бере аласыз ба? Күніне дейсің ба? Ендеше күніне ауылдағы барлық огородтарға 900 жұмырттан аласың. 9? Нормально, алам 900 жұмырттан. Болады ғой, енді солай кіріп жұмыс істесем. Болады. Рахмет, ендеше мен онда өз жұмысыма енді кірісе берейін. Просто көп задержаться етіп қалмайын деген ғой, бітірістайын деген. Жақсы, онда үстіне кірісе бер. Айтпақшы ма, заттар, осылармен жұмыс істейсің. Рахмет, но железный кирка нормально. Ой, мотыга. Просто каменный немесе сондай бір төлім. Железный бұл енді жақсы. Онда мен іске кірісейін, а то көп задержаться етіп қалам. Көп рахмет, ендеше мен кірісе берем. Кірісе бер. Давай, якым, короче, мен жұмысқа кірісе берейін просто, окей? Кеттік, достар, енді ауылдағы жұмысқа баяғы жұмысыма қайтадан кірісті. Міне бірінші болса... Жедел сен неге мұнда әлі тұрсын, соны түсінбей тұрғаным бар да енді. Мен просто мына шөпті зерттеп отырмын. Шөп деген қызықсыз ғой маған. Жай достар фук деп жұмыстарымыз істеп. Кішкене опыт бар енді. Оп. Енді тесте салып ұстау керек. Так. Яқты да сепсек. Почти 2 огород болдық. Така 2 ғана қалды. Так, енді 2 сек маяққа. Так, маяққа картошка егейік. Бұлай, мұнда. Все, 4 огород болды, картошка тісті. Маяққа енді сәбіз. Так, оп. Жартысын біттік и... Все, 2 огород біттік енді. Так, достар, енді бізде қалған 2 огород қалды. Так, достар, дәл қазір мен бұны скосқа қоятын болам и көресіздер қалай істеймін. Ал ендеше достар, кеттік. Просто достар, бұның бәрі енді мен жұмысымны бәрін ұзақ көрсетпеймін. Сіздерге тез болу үшін енді тездесем әрине. Так, все. Так, достар, в общем, мен бәрін біттім. Так, акым, мен бәрін біттім, енді маған просто ақшаны берсем болды. Сенбесеңіз бәрін қарап шығыңыздар. Мыналарды қазір складқа қойып қоятын болам. Бітті ме? Онда міне, ал. Рахмет, 900 жұмырт, уже нормально. Рахмет, онда мен арды складқа қойып келейін. Лейман, кішкене алсам болады, тек 15-тен аспау керек, жарайма заттарды. Жарайды, онда көп рахмет сізге. Так, достар, енді мен где-то сәбізден либо пшеница, либо картошкадан 15 штук ала алам. Так, кеттік енді складқа налады қойық. Мен енді слишком 15 алмайым. Так, бізде новый склад, пока что вроде ештеңе жоқ, ештеңе жоқ. Бәрін қарап жайық. Новый склад. Так, продуктыны мұнда салатын боламыз. Міне бәрін салып кетейік. Так, все, достар, мен бәрін салып біттім и 9-ақ картошка алдым. Так, енді кеттік кішкене жеп алайықшы. Голд болып кетті. Все болды. Енді өз үйіме барам. Так, что-то достар, мен Майнкрафтты жай жүретін сияқты сезініп жатырмын ба, или рейл сондай ма? Просто бұрында басқаша сияқты еді. Жайт, енді нормально. Бүгінше достар 900 жұмырт таптық и кішкене тамақ, нормально. Так, ертең енді достар білмеймін не істеймін, но пока что менде андай ойлар жоқ, қалай табам, но пока что нормально келе жатыр. Так, уже достар мына үйді сатып алғым келіп жатыр. Так, достар, короче, бүгін енді біз 900 жұмырт таптық. Бұл, кстати, сериал бастамасам, путь бомжа, либо бомж нөмірі. Короче, достар, бұл бірінші серия. Бүгін сіздермен болғанмен Лейман. Арнаға түрге лайк басып, комментария жазуыңызды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы достар.
мен осы бомж сериалында короче өзіңіз түсіндіңіздер, мен не айтайын дедім. Короче мында менде көп мақсат болады. Мына үйді қайтып сатып алып и бай болам. Сосын сосын ойласамыз машина, так далее, короче. И достар, короче, не дейін дедім. Короче, в общем, не важно. Кет, достар, сіздермен бүгін болған мен Лейман. Арнатыға лайк басып, комментарий жазыңыздар. Міне, Астра кір. Сол, красная кнопка. Молодец. Все, сен енді менің подписчигімсің.